Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Шымкент қаласының өкілдігіне қарасты жастар ісі секторының 2018 жылы атқарған іс-шаралар есебі. Жастар секторы жалпы 4 бағыт бойынша іс-шаралар атқарады. Атап айтсақ, үгіт-насихат, тәрбие танымдық, қоғамдық жұмыс, спорттық іс-шара, үгіт-насихат жұмыстары. Үгіт-насихат жұмыстары бойынша жастармен түрлі бағытта кездесулер өтті. 7 жоғарғы оқу орны 850 жас студент қатысты. 10 кәсіптік колледжде 1200-ге жуық жас студент қатысты. 5 орта мектепте 400 мектеп оқушылары қатысты. Жалпы 2450 студенттер мен оқушыларға суицид, ерте жүктілік, ағымдардан сақ бол. Біз нашақорлыққа қарсымыз. Жастардың қоғамдағы орны, жастар ел болашағы, рухани жаңғыру тақырыптарында кездесулер өтті. Жастарды жігерлендіретін суреттер интернет желісінен таратылып, түрлі бағытта арнайы бейнероликтер түсіріліп, көрермен назарына ұсынылды. Асыларына және жергілікті телеарналардан сұхбаттар беріліп, газеттерге мақалалар жазылды. Тапсырмаға сәйкес әр ай сайын мешіт жамағаттарының басын қосып, дастархан үстінде уағыз насихаттар айтылып, ұстаз Сансызбай Құрбанұлы және жаан мүшелері қатысып отырды. Шымкент және Сарыағаш медресе колледж студенттерімен кездесулер барысында білім алудың маңыздылығы тақырыбында үгіт-насихаттар айтылды. Тәрбие танымдық жұмыстары. Жыл бойы 15 дөңгелек үстелдер ұйымдастырылды. Олимпиада чемпионы Серік Сәпиев, Шымкент қаласының әкімі Ғабидулла Абдрахимов және Нұр Отан партиясы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Нұрмұхан Жолдасов қала жастар ұйымдарының көшбасшыларымен кездесті. Астана қаласында өткен республикалық жас отан съезіне қатысты және республикалық ғылыми тәжірибелі конференцияға қатысты. Бас мүфти Серікбай Қажы Ораз Хазіретіміздің жүлдесі үшін Құранды жатқа және мәнерлеп оқу республикалық Құран байқауына іріктеу жасалып, жеңімпаздарға қаржылай сыйлықтар табысталды. Сондай-ақ Алматы қаласында Құран кәрім республикалық жарысына қатысты. Спорттық іс-шара. Бас мүфти Серікбай Қажы Ораз Хазіретіміздің қазақ күресінен республикалық турниріне іріктеу сайыстары ұйымдастырылып, қатысушы спортшыларға бағалы сыйлықтар табысталып, 2 палуан Астана қаласында белдесіп, көрермен көзайымы номинациясын иеленді. Жастар арасында футболдан жыл бойы 42 жарыс ұйымдастырылып, жамағаттың ауызбіршілігі нығая түсті. Біз елбасының челленджін қолдаймыз. Сенің жаңа қырың атты спорттық жолдауына қатысты. Қоғамдық жұмыс. Аякөзге көмек. Су тасқынынан зардап шеккендерге қайырымдылық көмек керуені ұйымдастырылып, бір жүк көлігіне азық-түлік, киім-кешек, кілем және тұрмысқа керекті құрал-жабдықтар тиеліп, Аякөз өңіріне жеткізілді. Мешіттен көмек сұрап келген жандарға тегін театрландырылған жұмақтың кілті жаныңда атты отбасылық драма жанрындағы қойылым қойылып, 600 көрермен тамашалады. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай саябақта балаларға 200-ге тарта ойыншықтар тегін таратылып, арнайы автобуспен қала серуені ұйымдастырылып, концерттік бағдарламалармен жалғасын тапты. Мүмкіндігі төмен 75 отбасыға азық-түлік және қаржылай көмек көрсетілді. Рамазан айында бас мүфти Серікбай Қажы Ораз Хазіретіміздің атынан Шымкент қаласының белсенді жастарына ауызашарлар ұйымдастырылып, орыс ұлтының азаматы Руслан бауырымыз сол кеште асыл дініміз исламды қабылдады. Рамазан айында ауызашарға үлгермей кептелістерде тұрған Шымкент қаласының тұрғындарына құрмалар мен сусындар таратылды. 8 наурыз аналар күніне орай аналарға жол ақысы тегін акциясы ұйымдастырылды. Биржа жұмыссыз жандарға Наурыз мерекесіне орай ас таратылды. Мектепке жол акциясы бойынша 400 балаға мектепке арналған сөмке және барлық құрал-жабдықтар алып берілді. Ардагерлерді ардақтайық акция барысында арнайы Құран жарысы ұйымдастырылып, майданда мерт болған ата-бабалар рухына Құран бағышталды. Көзі тірі ардагерлерге бағалы сыйлықтар тарту етіп, ақ батасын алдық. Құрбан ай, ораза айттарында жамағат арасында арқан тарту, гір көтеру, қой көтеру, қол күрес, ұлттық ойындар ұйымдастырылды. 2019 жыл жастар жылына нақты жоспарлар құрып, үлкен шаралар атқаруға аянбай қызмет етеміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.